адамдарға дезинформация беріп өтсіз. Сіз ондай дезинформация берген үшін заңды түрде жауапкершілікке тартылуы да мүмкін. Соны ұмытпаңыздар сіз. Сіз деген қазір біздің кооперативке, біздің жұмысымызға, таза адал жұмысымызға қазір кедергі жасап отырсыз. Соны сізге ескертіп айтып кете қояйын. Непроверенный информация болатын болса, өтірік не болатын болса, ондай нені жазбаңыздар. Енді мен заңгер ретінде сізге айтып отырмын, мен бұл жерде сізді жауапкершілікке, заң ретінде жауапкершілікке тарта аламын да. Неге десеңіз, мынау бәрі сохраняться етіледі, сіздің жазғаныңыз, оның бәрі сіз өзіңізге қарсы болады. Бұл менің дәлелім, мысалы. Сізге біздің кооперативке осындай жалған ақпарат айтып отқаның үшін. Айтасыз ба? Только фактімен сөйлеңіз. Фактімен, цифрамен, жаңағы четко өзіңіз дәлеліңізбен. Өтірік жалған ақпарат айтпаңыздар. Сұрайтыным сол. Мен договорым бойынша майда болады ғой. Бұйырса майда 30 келемі майда аласыздар. Енді майда алмасаңыздар да әрбір кооперативтің несі біздің Адал Хаус кооператив, және де жалғыз біздің кооператив емес, Қазақстандағы бүкіл кооперативтер банктың тарапынан қатты қысым жасап жатқаннан өзінің кезегінен сәл кешігіп жатыр. Біздің кооперативтерде бәрінен артық емес бізде, кем емес бізде. Біздің кооперативте қазір өзінің кезегінен 2 айда 3 айда кешігіп жатыр. Бірақ қазір біз өз жағымыздан әрекет жасап жатырмыз. Соның бәрін орнына ретіне келтіруге. Майда алмасаңыз да, может, июньде аларсыз, июльде аларсыз, но түбі аласыз. 0%-пен ол сіздің өзіңіздің күтуіңізге, сол 1-2 ай кешігіп алсаңыз да күтуіңізге тұратын шығар деп ойлаймын. Бірақ өзіңіз ақшаңызды үй алуға 0%-пен түбі алатыныңызға, оған мен сізге 100% кепіл бере аламын. Беремін де. Енді мына кооперативтердің ары айта кетейін дегенім, бұл жерде кооператив тек қай мезгілде жабылып қалуы мүмкін. Ең бірінші бұл кооперативтің бағдарламасы нашар болатын болса. Есептелмеген, финансовый анализден, экономический анализден неден өтпеген, бағдарламасы нашар болатын болса. Екіншіден, кооперативтің басшылары өздері пай қорынан ақша ұрлайтын болса. Ол кооператив уже 100% банкрот болады. Мына алдыңғы эфирлерде айтып отырмын ғой, кооперативтің системасын, пай қорын Англиядан ойлап тапты деп, Англиядан ең бірінші іске қосты деп, сондықтан ол пай қорына ақша салмаса, бұдан ақша алынбау керек, ни в коем случае басқа жаққа. Енді кезек бойынша несие беріледі ғой, бірақ басқа нелерге, жолдарға, басқа жаққа ақша жойылмау керек, одан алынбау керек те. Нецелевой использование дейді ғой, ол жерде нысаналы мақсатпен, нысанасыз мақсатпен жіберілмеу керек ешқайда. Сондықтан мен сіздерге айта кетейін дегенім, ақша ұрланатын болса, үшінші жаңағы адамдардың сенімі болмай кооперативке отырмайтын болса, ол енді айтып отқандай, ол өзінің кооперативтің несіне байланысты, имиджіне байланысты. Кооперативдің имиджі жақсы болып, отырған адамдарына үйді беріп, өзінің келіп қарап, алған адамдармен сөйлесіп, кооперативдің имиджі мықты болатын болса, несіне кооперативке сенбеске. Енді үкімет заңды өзгертіп, бірдеңе етіп, соғыс болып кетіп, Құдай Алла сақтасын, бірдеңе болып кетпесе, кооперативтің басқа жабылатын ететін причинасы жоқ. Ең бірінші программа, екінші алаяқтық, өздерінің пай қорынан ақша ұрлау деген, алаяқтық деп санаймын мен. Өзінің басшылары, өздерінің компаниясының өздерін ұрлау деген, ол пай қорында деген, ол халықтың ақшасы, сіздердің салған ақшаларың. Бұған енді ұрлау нету деген, бұл алаяқтық. Егер майда берілмесе, июнь айында салған сумманың 20%-ын ала алам ба? Әрине, егер майда берілмесе сізге, значит, кооператив өз тарапынан міндеттемеген деп есептеледі, міндетін орындамаған деп есептеледі. Сондықтан сіз арыз жазасыз да, сізге 4 айдан 6 айға дейін сіздің ақшаңыз қайтарылып беріледі. Ол жағынан сіз күмәнданбауыңызға болады. Ешқандай соттасу, моттасу, ақша бермеу, бірдеңе анау-мынау деп созу нету жоқ. Договорда сіз біздің пайшы болатын болсаңыз, договорда бәрі толықтай, анықтай бәрі жазылып тұр. Договорды мұқият оқысаңыздар, сонда бәрі жазылып тұр.
сұрақтарыңыз нелерін доғырды түсінбей қалған сұрақтарыңыз болатын болса кеңсеге келіп толықтай сұрағыңызға жауап алуыңызға болады. Енді вступительный часть бітті. Кооперативтер туралы жаңағы, сосын алаяқтарға қалай түсіп қалмау, жерім қалмау туралы мен сіздерге түсіндіріп айттым. Енді біздің мүлік бизнес бағдарламасына көшейік. Мүлік бизнес бағдарламасы деген енді ол біздің кооперативтің, былай айтқанда, біздің емес, Қазақстандағы бүкіл кооперативтер ішіндегі біздер ең бірінші сол бағдарламаны енгізгенбіз. Көбісі енді заңгерлер отқан болса сұрақ қою мүмкін, неге сіздер деген кооперативтер тек үй алып береді ғой, машина алып береді ғой, неге сіздер құрылыстың бағдарламасы бар, жаңағы бизнестінде бағдарламасы бар деген. Мен сізге оған мынандай жауап берейін. Кооператив деген ол не? Кооператив деген ол деген адамдар өздерінің пай қорына пай жарналарын жинап, жаңағы жинақтап, кезекпен сол пай қорынан ақшаны алып, өзінің материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыру. Удовлетворение своих материальных потребностей. Материалдық қажеттілік деген әртүрлі болады. Солай емес па? Біреуге үй керек, біреуге машина керек, біреуге коммерческий недвижимость керек, біреу бизнес ашысы келеді. Бизнес ашу өзінің семьясын асырау, өзінің бизнес болу деген, былай айтқанда қазіргі заманда екінің бірінің арманы. Екінің бірінің арманы болғанмен, екінің бірінде қолына келмейді ол. Қолына келсе де қазіргі қаражат алу қиын. Қаражат алса да банкіден процентпен немен ол ертең бизнес енді басында ашқан кезде 3 жылға дейін ол бизнес, любой бизнес, 3 жылға дейін белгілі болады. Я болмаса ол дамып кетеді, я болмаса ол банкрот болады. Бірақ сізде банкі 3 жыл күтпейді ғой. Сізге уже көп болса, 6 ай әрі кетсе максимальный, бірақ ондай банктер қалмағанса жоқса, қазір 12 ай каникул береді, и то основной долгқа, бірақ процентіңізді төлеп отырасыз бәрібірде. Сондықтан сізге 3 жыл ешкім бермейді ондай не, сіз 6 айдан кейін бизнесіңізді уже бастап, уже іске қосып, уже сіз доходқа шығып отыруыңыз керексіз, банкінің кредитінен неден құтылу үшін. Құтылмадыңыз ба, сізге пене процент штраф бәрі болып кетті. Банк бір күні келеді, бизнесінде маған әкел деп сізден бизнес тартып алуы мүмкін. Сондай да возможностьтар болып қалуы мүмкін. Сондықтан неге сол біздің халыққа енді өзім мониторинг жүргіздім. Өзім енді мен Атамекенде жұмыс істеп кеткен адаммын, палата предпринимателей, Атамекенде өзім банкіде істедім кезінде. Мен қазіргі мына бағдарламалардың үкімет жағынан тарапынан бағдарламалар ауылды көтеру керек дейді, мына Казагроның дочкалары, фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, аграрно кредитная корпорация, Казагро, даму, кредитный товарищество, микрофинансовая организация, қырғын сондай институттар ашылып нетіліп жатыр ғой. Бірақ бұлардың программалары мен шындықты айтуыма да болады, оны әлі қаладағы адамдарға кішкене қол жетімді болғанымен, ауылдың адамдарына қол жетімді емес те қолайлы емес. Оны енді айтатын болсақ, оның ұзаққа жүріп кетеді әңгіме. Оны бір тағы эфирге шыққанда, оның әрбір программасын несін мен сіздерге ашып, түсіндіріп, нетіп айтармын. Енді сондықтан соны изучать еткесін, біздерден мына шет жағасын айтып кетейін, ауылды көтеру керек дейді, ауылды финансировать ету керек дейді, бірақ ауылмен ешқайсы банк жұмыс істемейді. Ешқайсы банк жұмыс істемейді. 2016 жылға дейін Народный банк жұмыс істеді, бірақ ол да 2016-та тоқтатты. Сосын ауылдың любой банк, любой финансовый институт сізден залог сұрайды. Сіз залогты бермей, сізге ешкім ақша бермейді. Сосын ол әрбір залог салғанда мен ақша салғаннан соң, менің артымнан ешкім ақша салмаса үйді қалай аламын? Сіз ақша салғаннан соң, сіздің артыңыздан ақша ешкім салмайды емес, ақша салады. Сіз бұл Қазақстанда жалғыз емессіз ғой. Біздерде қазір басқа қалаларда филиалдар ашуға Алла бұйырса, Эльвира Амангелдиевна Алматыдан обучениеден келгеннен кейін сол әрекет жасап, сол неге кірсеміз, басқа қалаларда филиалдар нелер ашамыз. Біз уже біздің бизнесті қазір системный қылып, системасын құрастырып жатырмыз, систематизировать етеміз. Енді ол
ол бөлек не әңгіме, ол бөлек неде айтарым сізге. Сіз артыңыздан даже адам келмесе де алдыңғы роликтерді қарасаңыз, мен суда түсіндіріп айттым, мына әрбір кооперативте порог безопасности деген болады. Біздің кооперативте бұл 370-390 адам, алған адамдар, жаңағы несие алған адамдар. Несие алған сондай адамға біз тезірек жететін болсақ, ол жаңағы да, ол әрбір любой кооперативте рискілер бар. Бірақ сол біз сондай санға жеткізіп 370-390-ға беріп тастайтын болсақ, біз уже уф дейміз жаңағы, потому что мы пересекаем порог безопасности. Уже артынан ешкім келмесе де, сол 390 адамның қайтып төлеген ақшасы уже қалған 30 тұрған адамдарға беріп тастауға жеткілікті болады. Это уже модель, это финансовая модель, финансовый механизм сондай жаңағы, оны уже біз емес, біздің алдымыздан уже финансисттер есептеп қойған ондайды. Енді жаңағы айта кетейін, немді жалғастыра берейін жаңағы. Зерттеп келгенде жаңағы ауылдық немен ешкім жұмыс істегісі келмейді. Ауылмен единственный жұмыс істеп отқан фонд финансовой поддержки сельского хозяйства Шалабулова және де аграрный кредитный корпорация, ол да қазір тікелей ауылмен жұмыс істемейді. Әрбір ауылдан кредитный товарищество ашып, жаңағы несие серіктестік дейді ғой. Несие серіктестік ашып, сол несие серіктестіктер арқылы қаржыландырып отыр адамдарды. Енді ол сіз фонд финансовой поддержкаға баратын болсаңыз да, кредит несие серіктестікке баратын болсаңыз да, сіздерден залог сұрайды. Залогсыз сізге ешкім ақша бермейді. Банкке барсаңыз да залог сұрайды. Бірақ қаладағы залог пен ауылдағы залог екі түрлі. Қаладағы залог сіз алып келетін болсаңыз, әрбір банк, любой финансовый институт применяет коэффициент ликвидности дейді. Коэффициент ликвидности деген бұл сіз оны қалада мысалы 80%, ауылда 55-60% дейді солай. Қалада сіз залогқа үйді алып келетін болсаңыз, оценочный компания оны 10 миллионға оценивать етті. Сіз банкке алып келдіңіз, банктың өзінің оценщиктері бар, риск менеджерлері бар. Ол 10 миллионды сізге 9 миллионға түсіріп береді, сол 9 миллионның сізге 80%-ын береді. 80% деген жаңағы 7 миллион 200 мың теңге ғой. Енді ауылдан алып келетін болсаңыз, жаңағыдай 10 миллионға есептеп алып келдіңіз, жаңағы банк сізге риск менеджерлер, жаңағы өздерінің оценщиктер сізге 8,5 миллионға 8 миллионға түсіп тастайды оны, сонан сізге 55-60%-ын береді. 8 миллионның 60% енді қанша? 4 миллион 800 мың теңге да? Вот сондай сіз немен аласыз? Оның үшін сіз процентпен аласыздар жаңағы, пайызбен. Сондықтан әрбір адам өзінің бизнесін бастарда бизнес жоспар жасайды. Солай ғой. Сіз үйді банкке саларда қанша суммаға салатынды, сіз ол банк сізге қанша сумма беретініңізді сіз білмейсіз. Қаншаға түсіріп тастайтынын, қандай коэффициентпен беретінін, солай ғой. Бірақ сіз банкке документ тапсырарда, ана бизнес жоспар деген міндетті түрде пакет документтің ішінде болу керек, банкке тапсыратын. Сол кезде сіз бизнес жоспарыңызды өзіңіз есептеп, өзіңіз есептейсіз, біреуге жасатасыз ба оны. Сіз мысалы 15 миллионға деп бизнес жоспарыңызды жасадыңыз. Бизнес жоспарды мен сіздерге айтайын. Адам бизнес жоспар жасаған кезде ол ішінде расчеттары болады. Мен осындай ақша салатын болсам, мысалы осындай мал алатын болсам, осындай мал маған осындай жылы осындай төл береді, осындай пайда көрем, осындай сатам, нетем деп, оның бәрін так жемге осындай кетеді, пішенге осындай кетеді, жаңағы зарплатқа осындай кетеді деп, бүкіл финансово-экономический модель дейді ғой, финансово-экономический модель есептеп алып келіп, жаңағы бизнес план сөйтіп есептеп алып келеді. Сіз 15 мыңға жасап алып келдіңіз ба? Залогты алып келдіңіз, соған 20 миллион залогын алып келдіңіз. Бірақ банк сізге 15 миллион емес 10 миллион берді. Солай ғой. 10 миллион алғасын, сіз уже бизнес жоспарыңызды қайтып есептеу керексіз. Неге десеңіз, 15 миллионның бизнес жоспары бөлек, 10 миллионның бизнес жоспары бөлек. Сіздің уже алатын малыңыз аздау болады. Алатын малыңыз аздау болғасын, сіздің доходыңыз уже басқаша болады, аздау болады. Оның пішені, жемі өзгеше болады. Оның уже сен адамдардың зарплатасы несі уже 3 адам емес, 2 адам алу, оның бәрін кейін есептеу керек болады. Оның бәріне уақыт керек, оның бәріне ол банк күтпейді. Сізге көбісі сондай жерден аяғынан қағылатын сол. Сіз 15 миллионға бизнес жоспар алып келдіңіз, сізге 10 миллион ақшасын берді. 10 миллионмен сіз 15 миллионның бизнес жоспарын
алып кете алмайсыз ғой, солай ғой. Сондықтан көбісі адамдар сол жерден кішкене не болып қалады. Мына бір сұраққа жауап бере қояйын.